Даусыз қауырсыз кетті. Зебраны бояп кетті. Біздің бақта қылмыс болса айғақ іздей бастайсың. Бағытты дұрыс табасың, Шерлок. Гермиона қасында қылмыскерлер құтылмас. Дәлелді тез табады, Шерлок. Орта бойлы ақылды қылмысты болашады. Әділетті орнатады, Шерлок. Жүріп барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Түйе құсты бояған кім? Болғың келсе мен секілді, жу шашыңды бетіңді, күн сайын шомсаң егер, жолмай шірке екінші. Тралали, тралала, тралали, тралала. О, жасаған бұл не масқара? Жоқ! Жас шәкірт, бар сұлулық шашты емес, баста екенін ұмытпа. Мінеке, енді тамаша болды. Шашыңның бір талын қалдырдым. Енді достарыңа шынайы келбетіңді көрсетуің керек. Не? Сәлем, Шерлок. Мынауың салтанатқа арналған киім бе? Иә, соңғы сапарында ала келгем. Ерекше шараларға арналған ерекше киім. Оның дұрыс болған. Себебі жануарлар ханшайымы салтанатының жүргізушісі ерекше киімде болуы керек. Рұқсат болса? Соларға арналған шараларды қалай жақсы көретінді білсең ғой. Көп ұзамай жануарлар ханшайымның кім болатынын анықтаймыз. Айтатын сөзімді қайталау керектігін білемін, бірақ ол үшін тез жүрмей-ақ қойшы. Болмайтын нәрсеге қорқа береді екенсің. Шынымды айтайын, мына жалған өмірдің қажеті шамалы. Алайда қу-жанымды сақтап қалуға келгенде, Гермиона, жай жүр. Кешір, бас киіміңді шешіп тастасаңшы, қолайсыз секілді. Жоқ, қолайсыздығы де жоқ. Бір-екі. Қадірлі достар, жануарлар ханшайымы шарасына қош келдіңіздер. Бүгін ақ құтан мен көк құтан ханымның біреуі ханшайым атанып келе жатқан түйе құс ханымның қолынан жеңіс тәжін киетін болады. Не болып жатыр? Біреу бар ма? Біреу менің көзімді жойғысы келді, масқарамды шығарды. Сіз тым... Жап-жасыл. Иә, бұл апат емес пе? Масқара дегіңіз келді ме? Солай, бұл масқара ғой. Қой, сабаңа түс түйе құс. Одан да не болғанын баянда. Қанатыма сепкіш сеуіп жатыр ем, кенеттен жасылға айналып кеттім. Жасыл бояу? Сізге ешкім жамандық ойлаған жоқ, бар кінә өзіңізде. Бұл бояу бақаларға арналған екен. Бұл менің сепкішім емес. Қанатым арналған сепкіштер ана жақта тұрады. Қанаттарымды ешқашан бояған емеспін. Оның үстіне жасыл түс маған ұнамайды. Бәлкім әлде біреу тұзақ құрғысы келді ме екен? Ендеше бұл былықты ұйымдастырған Гиппо ханым. Оның менде өші бар. Неге олай дейсіз? Бүгінгі шарада шашымызды сәндейтін сол болатын. Бірақ мен оның жасағанын қаламадым. Сол үшін ол мені өзімшілсің деп атады. Өзімшіл түйе құс. Иә, солай, өзімшіл түйе құс деді. Енді іске көшейік. Түйе құс ханшайым. Сіздің киінетін бөлмеңізге кімдер кіруші еді? Тек мен ғана және менің екі қарсыласым. Рахмет, түйе құс. Жүр кеттік, Гермиона. Күдіктілерді сұраққа алуымыз керек. Мен сіздің жанкүйеріңізбін. Қарсы болмасаңыз, қолтаңбаңызды қалдырасыз ба? Гермиона. Рахмет. Шерлок, ол маған қолтаңбасын қалдырды. Қызық екен. Түйе құс ақұттанның суретіне қолтаңбасын қойыпты. Жоқ, қателескен болар. Қазір келем. Кейінірек, Гермиона. Әдемілігі тасыған ханшайымдарға деген ықыласыңды кейін білдіресің. Дұрыс айтасың, Шерлок. Білесің бе, маған сенің қасында болған сондай ұнайды. Маңызды істерге назар аударып, басқалардың пікірлерін ойлап басыңды қатырмайсың.
Тағы қайталаймын, көк құтан ханшайым. Сіз киінетін бөлмеден ешқайда шыққан жоқсыз, және еш нәрсе көргенде естігенде жоқсыз. Әлгі айқайдан басқа ештеңе түк те байқамадым. Әйтпесе айтар едім, шын айтам. Түйеқұспен жақсы таныссыз ба? Түйеқұс нағыз жұлдыз ғой, бәрімізге үлгі боларлығы жан. Көк құтан ханшайым, бер қараңшы. Расында да оған кімнің қастық қылуы мүмкін екенін білмейсіз бе? Сұлулық сайысы өзінше бір отбасы, ол жерде ұрыс-керіс болмай тұрмайды. Бірақ біз бір-бірімізді құрметтейміз. Иә, бірақ сол арулардың бірі бояуға малыныпты. Ал бұны кімнің істегенін таппайынша ешқандай да сайыс болмайды. Ол кінәлі, көк құтан кінәлі. Қойшы, Гермиона, бұлай асығыстық жасауға болмайды. Бұлай деуіңе не себеп? Мына сепкішке қара. Ол түйеқұстан ұрлап алды да орнына жасыл бояуды қойды. Бәріне сол кінәлі. Бұл шараға қолдау көрсетіп отырған осы сепкішті шығаратын компания. Бұл қатысушылардың бәріне таратылған. Бұл дәлел емес, Гермиона. Андағы бас киім мынандай ауа райына сәйкес келмейді деп ойламайсың ба? Жоқ, түкте олай емес. Бұл бас киім әдеттегі бас киімнен ыңғайлы екен. Бұл не деген масқара? Байқұс құрбым-ай. Түйеқұсты жақсы танушы ма едің? Түйеқұсты ма? Ол екеуміз кішкентай кезімізден дос болып келе жатырмыз. Мына жерде біз балабақшадамыз. Түйеқұс ылғи таласа беретін. Бұзық ет. Мына жер колледжді бітірген кезіміз. Тоқтай тұр, есте қаларлық сурет осы. Біздің ең алғашқы сұлулық сайысымыз. Бұл сайысты теледидардан көрсеткен, содан бері түйеқұс үнемі жеңіп келеді. Мен болсам қызғаныштан жарылар ем. Қызғаныштан мен бе? Бәлкім көк құтан қызғанатын шығар, бірақ мен құрбымның жеңісіне үнемі қуанатынмын. Себебі ол менің өмірлік құрбым. Көзілдіріксіз одан да әдемі екен. Байғұс құрбым-ай. Ол бар өмірін сұлулық сайысына арнады. Ондай сайыстарда көзілдірік кеуден бас тартатын. Бәріміздің шастырын құпиямыз бар. Мен бе? Қылмыскер? Жоқ, ханым, бұлай айтайын деген жоқ едім. Бұл әділетсіздік. Әлгі ақымақ түйеқұс кінәлаған екен ғой. Менің қызметімнен бас тартқан ол қырсықтың өзі кінәлі екені анық. Кәне бастайық. Орныңызда жатқан күйде жауап берсеңіз болады. Тұрмай-ақ қойыңыз. Сонымен, сіз бүгін тек ақ құтан мен көк құтанның шаштарын ғана сәндеп бердіңіз бе? Ұзақ уақыт бойы киінетін бөлмелерінде шаштарын жасадым. Түйеқұстың киінетін бөлмесіне кірмеп пе едіңіз? Ешқашан, ант етейін. Алайда түйеқұс басқалардың бөлмелеріне кіруден ұялмайтын. Көк құтанның бөлмесіне кірсем, түйеқұс айнаның алдында тұр екен. Сол кезде мені балағаттады. Сөйтсем, ол өз бөлмесіндемін деп ойлап қалған екен. Айтып тұрмын ғой, түйеқұс расында да ақылынан адасайын деді. Тамаша, енді қылмыскердің кім екенін білемін. Жас детективтер, сендер ше, таптыңдар ма? Жануарлар ханшайым сайысында түйеқұстың тағы да жеңгенін қаламаған біреу оның сепкішін жасыл бояумен ауыстырып тастайды. Қызғаныш па? Менмендік пе? Әлде кек алушылық па? Ақ құтан, көк құтан немесе гиппо? Кім кінәлі? Бәрі оп-оңай. Көк құтан, сен өмір бойы сайыс жеңімпазы болуды армандап келдің. Бірақ қарсыласың түйеқұс. Үнемі сол жеңеді. Оған бірдеңе болғанда жеңіс сенікі болар еді. Жеңу арманым, алайда қатып қалған қағидам емес. Жанкүйерлерімнің алдында ұят қағылатын шамамы жоқ. Қашанғы осылай тұра бермекпін? Гиппо ханым, түйеқұс ханшайым сізге шашын жасатқысы келмеді. Сөйтіп сөзге келіп қалдыңыздар. Сіздің оған деген ренішіңіздің барын бәрі біледі. Сізге келетін болсақ, ақ құтан, бірге өскен құрбының бұндай әрекет жасайтынын ойлауы ақылға сыймайды. Достық қымбат. Болмашы бір сайысқа бола адал достығымызға сызат түсірмеймін. Не деген сөздер, ақ құтан? Бірақ өкінішке қарай, сіз қылмыскерсіз. Сенсің бе? Адал достығымызға сызат түсіргенің бе? Бұл не істегенің? Ешбір дәлелсіз мені бұлай кінәлағандарыңызды қалай түсінуге болады? Гермиона, бізге түйеқұс қолын қойған суретті көрсетші. Қарсыласының суретіне қолтаңба қалдыратын қандай жұлдыз? Демек, ол алыстағыны көре алмайтын жұлдыз. Осынша танымал бола тұра бұл құпияны бәрінен жасырып келген. Бұл құпияны тек бір ғана жан білген. Ол оның жандосы. Суреттегі көзілдір киіп тұрған түйеқұстың сыныптасы. Гиппо ханым айтпақшы, алыстағыны көре алмайтындықтан сепкіш ыдысты ауыстырып тастасаң болды, оны үңіліп тексерместен бөтен бөлмеге кіріп кеттім деп ойлайтынын ақ құтан білді. Тамаша пікір, Гермиона.
Аққытан, сіз сайысқа қатыса алмайсыз. Қатыса алмайсыз. Олай жасауға шаман келе қоймас. Себебі заң тәртібі бойынша сайысқа 3 үміткер қатысуы керек. Ал менің орнымды басатын Гиппо болуы мүмкін емес. Эй! Ашуға салынбаңыз, Аққытан. Тәртіпті ойлап уайымдамаңыз. Сайыс болады, әйтпесе Шерлок атым құрсын. Ал сіз өз қылығыңызды қара жұмысқа салғандай ойлай жатарсыз. Не, бірдеңе болып қалды ма? Бас киімің. Бас киіммен не болды? Бұл жасаған бұл не масқара? Шерлок, енді сайысты не істемек ойың бар? Сайысты сен атқаратын боласың, Гермиона. Мен бе? Саған көп рахмет. Қайткен күнде сайыс болады деп барыңды салып менен көмек сұрағаның жақсы болды, Шерлок. Оның рас, кей кездері болмашы іске де мән беру керек. Нәтижесінде шашың ағармайды. Шаш демекші, сеніңше? Шашын туралы айтушы болма. Жақсы, бірақ өмір бойы бас киім киіп жүрмейтін шығарсың. Сондықтан саған мынаны алып келдім. Дәл сенің табиғи түсің секілді. Гиппо ханым арнайы тексерген екен. Қызғылт сары? Қызғылт сары. Гермиона, сен періштесің. Тезірек шашымды бояйын. Керемет, солай емес пе? Онша емес. Жаңа көзілдірігім өзіме ұқсауы керек. Сымбатты, әдемі және өте қарапайым. Жоқ, мынау тым үлкен екен. Не дерімді білмеймін, қазірге дейін 548 көзілдірікті тағып көрдің. Ендеше 549-шысын алып кел. Сындырып алушы болма, құрбым. Мен болдым. Бір сөзбен айтқанда, масқара. О жасаған бұл не масқара? Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Редакторлары Бақыт Күләбішева, Мөлдір Мырзабекова. Аудармашылар Ұлдана Әлімбекова, Индира Әбілқасымова. Дыбыстағандар Мәжит Асан, Жәнібек Жақып, Жазира Асан. Дубляждың режиссері Ерлік Боранбаев. Дыбыс режиссері Бек